Екі ер адам туннель арқылы жүріп келе жатыр. Олардың факелдері қабырғадағы белгісіз қорқынышты суреттерді анық көруге болатындай жарық беріп тұр. Олар бұрындары осындай орындарда көп болған, бірақ бұндай адам түсінбейтін суреттерді көрмеген. Олар қабырғаға сүйкеніп тұрған адамды көреді. Біреуі оған жақындап жарық салғанында өлген адамның көп уақыт тұрып сүйекке айналған мәйітін көреді. Адамның денесінде сүйек пен киім қалдықтарынан басқа дым жоқ. Оны Олар қабырғадағы тесікті көреді, және тесіктің арғы жағында тағы да үңгір бар екен. Ал үңгірдің ортасындағы зат адам таңғаларлықтай. Үңгірдің үстінен төңкерілген пирамида салбырап тұр. Олар бір-біріне таңырқай қарап пирамиданы іздеуге кіріседі. Өйткені бұл жақта ешқандай пирамида болмау керек еді. Олар сенімділікпен әлемге жаңа жаңалық ашамыз деп ойлайды. Олар жүрген сайын қабырғадағы тесіктер арқылы пирамидаға жақындап келе жатқандарын көреді. Әйтеуір, олар пирамиданың үстіңгі жағындағы кіретін жерге келеді. Олар пирамидаға кіргенінде дәліздің өте үлкен екенін көреді. Және қабырғаларға көптеген сурет белгілері сызылған. Олар дәлізбен жүруді жалғастырғанда, мұнда көптеген бұрылыстар мен тығырықтардың бар екенін түсінеді. Бұл лабиринт болуы керек. Ер адам досына әрі қарай кірмеу керектігін және дереу шығу керектігін айтайын деп жатқанда, досының кенет жоқ болып кеткенін көреді. Ол енді жалғыз. Ол пирамидадан шығатын жолды таппай біраз жүріп қалады, және лабиринтке одан сайын кіріп кетеді. Бір кезде ол тоқтап, гүрілдеп жатқан дауысты естиді. Адам екі жағындағы қабырғаның қалай жылжып қысыла бастағанын бақылап тұрады. Және оның алдындағы жол қабырғамен жабылады. Құдды бір оған артқа қайт дегендей. Ер адам айқайлай бастайды, бірақ оның айқайына ешқандай жауап жоқ. Ер адам қобалжып, лабиринтке одан сайын тереңірек кіреді. Досын немесе шығатын жерді табуға қанша тырысқанымен нәтиже жоқ. Ер адам бұл жерде көп уақыт болды. Сағаттар өтті, күндер өтті, ал ол әлі лабиринтте адасып жүр. Ол бір кезде шаршап демалуды шешеді. Ол жай ғана аз уақыт демалып іздеуді қайтадан жалғастырады. Ер адам шығатын жерді табуы керек. Ол бұл жерден шығуы керек. Сәлем, бұл SCP құбыжықтар арнасы. Ал бүгінгі видеоның тақырыбы SCP-875 немесе соғыс бұзақылары. Фондтың білуі бойынша SCP-875 үңгір ішіндегі теріс қарап тұратын көп жыл сақталған пирамида. Пирамиданың құрылысы жайлы ешқандай ақпарат жоқ, және тарих қағаздарында да жазылмаған. Бірақ пирамида үлкен өнермен салынғаны белгілі. Пирамиданың сырты құмтастан жасалғанымен, оның асты қалың темірмен қапталған. Пирамидаға бірінші қабаттағы туннель арқылы кіруге болады. Бұл жерде бірнеше кіретін жерлер бар, және ондағы дәліздер адамдарға тым үлкен. Бірінші қабатта көптеген бұрылыстар мен тығырықтар бар лабиринт орналасқан, және лабиринттің қабырғалары қандайда бір себеппен қозғалып орындарын ауыстыра алады. Осының арқасында лабиринтте өзгереді. Әр 48 сағат сайын қабырғалар қозғалып, лабиринт өзгеріп тұрады. 48 сағаттың ішінде адам қабырғаларда жасырынып орналасқан тетіктерді немесе тұтқаларды табуы керек. Бұл нәрселерді басқанда лабиринттен жаңа жолдар пайда болады. Бірақ бұл жолдан адамға зиян тигізетін SCP тіршіліктер шығады. Ол тіршілікті SCP фонды SCP-875-1 деп атады. SCP-875-1 бұл басқа жәндіктерден ерекшеленетін ұшатын жасыл жәндік. Оның бойы 6 сантиметр, ал салмағы 3 грамм. Оған жер бетіндегі ешқандай жәндік ұқсамайды, және қабілеттері де біршама өзгеше. SCP-875-1 жәндігі тетікті басқан адамға шабуыл жасайды. Ол адамды аяусыз шағады. Және шаққандағы уы адам органдарына өте қауіпті. О денеге көп мөлшерде тарап адам денесін кептіріп қуратып жібереді. Тетікті басқандағы екінші болатын жағдай бұл жарылыс. Жарылыстың арқасында адам екінші қабатқа түсуге мүмкіндік алады. Адам екінші қабатқа түскенінде 4 үлкен шыныда тұрған суға ұқсайтын мөлдір сұйықтықты көреді. Бұл сұйықтықты фонд SCP-875-2 деп атады. Адам шөлдегеннен бұны су деп ойлап іше бастайды. Және адам бақыт пен қуаныш сезімдерін сезініп есінен алжасады. Екінші қабаттан өтсеңіз, сіз үшінші қабатқа түсесіз. Бұл жақта үлкен ядролық реактор орналасқан. Реактордан таралып жатқан турба сияқты нәрселер бар.
Бірақ фонд бұл механизм немен байланысты екенін анықтай алмады. Болжам бойынша, бұл реактор пирамидадағы барлық тылсым қозғалыстарды басқаратын сияқты. Мысалға, қабырғалардың қозғалуы, қабырғалардағы суреттердің жарқырауы осы реактормен байланысты көрінеді. Пирамиданың төменгі жағында ең қызық нәрсе жасырынылған. Пирамидада 4-ші қабат жоқ, бірақ 3-ші қабаттағы туннель арқылы төменге түскенде қызық нәрсе көреміз. Төмендегі бөлмеде 10 реагенттік капсула орналасқан. Капсулалар дөңгеленіп бір-біріне жақын орналасқан. Және ең таң қалдыратыны, барлығы бос емес. Капсулалардың ішінде үлкен ұшатын жәндік тәріздес тіршіліктер бар. Олардың әрқайсысының ұзындығы 3 метр, ал салмағы 240 килограмм. Фонд бұл тіршілікті SCP-875-3 деп атады. 3 тіршілік капсулада ақау пайда болғаннан немесе белгісіз себеппен өліп қалған сияқты. Өйткені олардан тіршіліктің белгілері байқалмайды. Ал кейбір тіршіліктер ауыр жарақаттанған. Олар бұл жарақаттарды капсуланың ішінде алған немесе капсулаға кірмей жатып алған. Бұл тіршіліктер не үшін жаратылғаны және қалай жаратылғаны белгісіз. Бірақ 1-ші қабаттағы қабырғалардағы бірнеше суреттер қызықты ақпараттар қалдырды. Бір суретте 2 SCP-875-3 тіршіліктеріне ұқсас тіршіліктер бір-біріне ашулы түрде қарап тұр. Олардың біреуінің қолында шыбық тәріздес нәрсе бар. Және ол екінші тіршілікті ұрып жатқандай, өйткені екінші тіршілік шыбықтан қорғанып тұр. Ал басқа суретте тағы SCP-875-3 тіршілігі тұр. Және оның қасында үлкен тас тәріздес нәрсемен ежелгі мысырлық киіммен тұрған адам тұр. Суретте адам артқа қарап қолын сермеуде. Құдды бір ол тіршілікпен бірдеңеге келіспей тұрғандай. 3-ші суретте адамдардың жерде жәндікке ұқсайтын тіршілікке бас иіп жатқанын көреміз. Ал олардың ортасында 2-ші қабаттағыдай үлкен шыныда сұйықтық тұр. Бұл сурет тіршіліктің адамдарды химиялық сұйықтық арқылы бағындырғандай түсінік беріп тұр. Өйткені, келесі 4-ші суреттен 2 адамның үлкен тас тәріздес нәрсені тасып бара жатқанын, жәндік сияқты тіршіліктің қатыгездікпен бақылап тұрғанын көруге болады. Келесі суретте тіршіліктің адам денесін бөлшектеп жеп жатқаны бейнеленген. Ал соңғы 6-шы суретте дәл пирамиданың ең төменіндегідей тіршіліктің капсулада жатқаны бейнеленген. Бұл суреттерден түсінгеніміз, бұл тіршіліктер бұрын адамдарды пирамиданы соғу үшін құл ретінде пайдаланған. Ал тіршіліктердің капсулада не үшін жататыны белгісіз. Бұл тіршіліктер қалай пайда болғанында фонд зерттеушілері анықтай алмады. Олар мүмкін өзге ғаламшардан келген болуы да мүмкін. Дегенмен бұл сұраққа әлі жауап табылмайтын сияқты. Пирамиданың орналасқан жері белгілі болғандықтан және адамдарға қатты қауіп төндірмейтіндіктен SCP-875 пирамидасы Сеф класына жатқызылды. Пирамида тұрған орын фондтың спутниктарымен әрдайым бақыланады. Және бұл аймаққа адам жақындауына тыйым салынған. Ал фонд зерттеушілері пирамидаға кіре алады. Бірақ қасында 2 фонд қарауылы болуы керек. Және ядрлық реакторды да фонд қызметкерлері бақылауынан шығармайды. Егер фондтың қызметкерін SCP-875 бір жәндігі шағатын болса, оған дереу сол уақытта уды қайтаратын дәрі салынады. Ал SCP-875-3 капсуладан оянып шығып кеткен жағдайда, фонд қызметкерлері мүмкіндігінше оны құрықтап, қауіпсіз базаға тасымалдаулары керек. Ал енді SCP құбыжықтар арнасынан тағы бір видеоны көріп кетіңіз. Мүмкін сізге бұл арна ұнап қалар. Видеоны көріп отырған жандарды жаңа жылда